only viewed as an indication of your attitude, for you're only as small as your dreams. You may be small, not big and tall, but a giant's what you will be called, for you're only as small as your dreams. I know that... Кешіріңіздер. Я, кешіріңіздер, біздің әңгімеміз құстар туралы емес. Жоқ, ол үй қояны Питер жайында. Үлпілде керемет кейіпкеріміз. Көк күртелі және шалбар киюді ұмытқан жап-жас қоян жөнінде. Үй қояны Питер. Ей, басқа жемтігізде. Тауықта қойдым. Өзімді айтқан жоқпын. Әдетіңе бастың ба? Бақшаға түсуді қоймайсың, асыққанда тапқаның ас болмас. Иә, бірақ онсыз қызық емес. Тоқта, Макгрегордың бағы туралы не айтып едім? Саған түсті 40 қабат ала келейін бе? Жарайсың, қане бар. Бенджамин, жағдай қалай? Шалғынның жартысын отады, демек біраз уақытымыз бар. Сұмдық, шөпті де есесі кеткендей шабадау. Мынаған қалай қарайсың? Бүгін бармасақ қайтеді. Өткенде жолымыз болмап еді ғой. Қандай сүйкімдісің? Жеп қойғың келіп тұр. Бер кел. Өзің жем боп жүрме, сақтықта қорлық жоқ. Бигрек. Қызық, біз неге сені көтеріміз керек? Кішілер үлкенін көтереді. Бірақ біз үсеуіміз ғой. Бәрібір мен үлкенмін. Небәрі 16 секундқа. Уф, сен жуынып бедің өзің. Қыздар, тезірек үйге жүріңдер. Я, мен бұрын барам. Сені озып барам. Оны көреміз. Ғажайып бақ. Бірақ қопарып тастауымызға тура келеді. Кешіріңдер, бүгін әлсіреп тұрым. Салатта көмектеспеді. Мәселе тұздықта. Оны білек қой. Немесе оның орнына лимон же. Шын айтам. Сонымен тапсырманы білесіңдер. Турасын айтайын. Аздап қауіпті екен рас, табандылық пен батылдықты қажет етеді. Бірақ қолымыздан келеді. Өйткені бәрің жеке қасиеттеріңді ескере келе, таңдап берген қызметтеріңе сай келесіңдер. Барлау. Ал мен қаһарманмын. Ал қане, кеттік пе? Әлбәт кетуге дайынмын. Кеш қалдың. Не, мені қақпанға түсіп, аяғын кеміріп тастайды. Сосын өмір бойы тұтқыл деп атаймын деп қорқасың ба? Ал менің денеме түскен тыртық түгіл жан дүниенің жарасын да елемей жүргенімді білесің бе? Кешір, артық кеттім. Жа, бауырлардың арасында не болмайды дейсің. Жарайды, келіңдер. Иә. Қалай дайынсыңдар ма? Иә, Жандулай мырда. Солай сияқты. Осы әдеттеріңді жақсы көрем. Сонымен кірісеміз бе? Қызықтың көкесі болады. Pomma porca picchita va bene, si tu la parla miezza americano, pomma da venen cade di I love you. Көкөніс, шалғам, сосын шомыр. Келсесің бе? Тұрыптың дәмін тату үшін келіп тұрмыз ғой. Әзілде түсіндің ме? Тұрып дегенде тұрыппен шатастырма. Біріншісі шомыр. Түсіндім, ақмақ емеспін. Флопси. Менмін. Мопси. Үлпілдек. Қап. Тірімін. Қызанақтар, қиярларым, кәділерім. Әлде кәдіш деуші ме еді? Қайсы дұрыс екен? Одан да тезірек кетейік. Саспаңдар, атамыз шөп шауып болғанша. Үлгіреміз. Мынасы несі? Қояндар. Жоқ, тоқта.
Тезірек, табаныңды жалтырат. Питер, олай етпе. Онсыз бола ма? Арандайсың. Қажеті жоқ деймісің? Әрине қажеті жоқ. Шатасып кеттім, я ма жоқ па? Жоқ, әрине. Қақпадан аузың көрінбей тұр. Жоқ, жоқ, жоқ. Я дегенге ұқсады. Яғни келістің. Жоқ, Питер, қой дейін. Қап. Жоқ, 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 жоқ. олай етпе. Питер. Қаш енді. Қаш. Бүгін сенен беліш пісіріп жейм, ұзын құлақ. Күртеңді сез. Әкеңді де жеген едім. Қалыңыз қалай ма, Грегор мырза? Бұл сіз бедіңіз. Керемет күн солай емес пе? Қане оны бер әкеліңіз. Анау не? Қорықпа. Қалыңдақсы ма? Ол көзің қысты ма? Көзімізді қысалады екенбіз ғой. Өңіңіз кіріп қалыпты. Бұрын тамырыңыз білеуленіп тұратын. Оған не себеп болды? Бұл менің бақшам. Түсінікті ме? Оларға түсіндірейін. Осының бәрі мына кісінің бақшасы. Міне, енді бәрі естіді. Сондықтан бұдан бұлай біреу де бақшаңызға түспейтін болады. Солай ма? Енді қолыма түссе шынымен де аямайын. Бұл сөзіңізді де айтармын. Тезірек жүріңдер. Танысып қойыңдар, бұл Беатрис. Макгрегор мырза мен қояндарға көрші тұрады. Оған кім көбірек ұнайды? Қазір сендерге су берем. Оның бақшасына түспеңдерші. Бұл жолы құтылып кеттіңдер. Қане, үсті бастарымды құрғатып берейін. Ол суретші табиғат көріністерін бейнелеу үшін қыстаққа көшіп келген. Бұл суреттерді түсінбей, ұнатпай бас аяғы қайда екен ұқпай жатсаңыздар, онда тұрған ештеңе жоқ. Табиғат көрінісін сала алмайды. Оны өзі де біледі. Сол үшін арасында жергілікті тұрғындардың суретін салады. Керемет суреттер. Бірақ Питер мен жақындарының есіне әлде бір қайғылы жайтты салып тұрады. Әрдайым қастарында болуға уәде берем. Сөзінде тұрып, олардың апаларын жоқтатпай келе жатыр. О, Әкемнің көзкесіне обал болды. Әкемнің күртесіне обал болды. Сөзімді қайталаптысың ғой? Бірақ ересектердің қолдауы маңыздырақ. Бәрібір емес пе? Ата-анамыз жүрегімізде. Сенің де, сенің де, сенің де жүрегіңде. Тіпті сенің де. Жиен болғандықтан азырақ ойлайсың. Жиен дегенде атың ғана, бірақ ештеңе етпес. Бәне, ренжіме ашайын. Еске салып өттім ғой. қане, енді оның бақшасына кірмеңдер. Күртеңізді алдым, әке.
ұсталдың ба, қоянам? Сені күттім, ұзын құлақ. Әлгі сүйкімді бекеште сені құтқара алмайды. Бүгін балбырап піскен қоян етін жейтін болдым-ау. Қоян еті. Не? Не? Ол сонда... сенбес камал жоқ. Шынымен солай. Ол сонда... Бұл дегенің мен мықты екем. Жарадым. Оның көзін құрттым. Мен батырмын. Қарындарың ашты ма? Қане жеңдер? Сонда бақтасына түстің бе? Жоқ, ол біздің бақшамыз. Жалғыз бардың ба? Сөйтетіндер сеспей қатушы еді. Шынымен де сеспей қатты. Макгрегор өлді ме? Мәңгілік мекеніне аттанды. Солай ма? Оны анау мұздатқышы бар көлік әкетті. Шын мәнінде Макгрегор атайдың көз жұмғанына Питердің қатысы жоқ болатын. 80 жасында түбіне жеткен нәрсе өз қомағайлығы еді. Мәссаған! Қандай әдемі? Бақша бізге қалады. Бұдан былай бәріне ие болып қызғыштай қораймыз. Сондай-ақ жарқыратып ұстаймыз. Байлығың болған соң қоруың керек. Шынымен де зорға шыдадым ғой. Ал қане, тойғанша жеңдер. I was lying on the grass a Sunday morning of last week, indulging in my self-defeat. I know it's up for me, If you steal my sunshine, making sure I'm not in too deep, if you steal my sunshine, bursting on my feet. if you steal my sunshine. Мені күте тұрыңдар. Жүгір алмайтынымды білесіңдер ғой. Let's all bow down to Peter. Made the garden one big bird feeder. Cause you gave us sunshine, Now our life is so much sweeter. thanks to Mr. Кешіріңдер, байқамай қалдым. Жеңдер, достарым. Сондай дәмді қызанақтар. Сәлем, албамса. Тоқтай тұр. Мені жемекші болған сен емес педің? Айба чеккендей болып, тісіңді көрсетші қане. Сен екенсің ғой. Өзім де білгем. Жағдайың қалай, қош келдің. Сәлем, бақшаны басып алдыңдар ма? Қоян болған соң қоянның ісін істейсіңдер ғой. Тап солай. Біліп тұрым болмаңызды шаруа, Макгрегордың түбіне жеттіңдер. Солай екен рас. Бар болғаны. Қысым көрсеткенің жетер дегенем, ол болса, сені пісіріп жейм деді. Ал мен жоқ мырза, мен сізді жейм дедім. Күлкілі, сенен аспас шықса әрине. Ол шынымен ақ балдыр көкті әкетіп бара ма? Несіне әуре болады? Алыңыз. Біреуі жетеді. Рахмет, Томми, ең керемет борсықсың. Баққан емес, үйде біздікі. Сонымен, достар, Макгрегор деген зұлым атайдан құтылдық. Ой! Құтылдық! Ал мынау Томас Макгрегор немесе қол астындағылар айтатындай Макгрегор мырза. Қазір оны шынайы кейпінде көріп отырсыздар. Ол бәрінің мұнтаздай таза болған жақсы көреді. Бәрін бақылау мүмкін емес дейтіндер Макгрегор мырзаны көрмегендер. Нақты 73,4 градус. Аполлон 13-тің ұшар кездегі бұрышы. Бұл сіз үшін маңызды емес, Карлос. Бірақ ғарышкер болғысы келетін қыз үшін маңызды. Ал сіз оның ынтасын басып тастадыңыз. Жастықты бұлай көпсітеді. Аласында көпсітесің, аласында көпсітесің. Мәселе ұсақ түйекте. Тереңірек өңілуге еш қысылмау керек. Әжетхана таза болса, ішінен су да ішесің. Макгрегор мырза сізді басқарушы шақырып жатыр.
Көп күткен сәт. Қызметім өседі. Уәделерін орындады. Түр әлпетім қалай? Қазір ғана жетхананың суын ішкендей. Керемет. Томас, менің жайсыз хабарым бар. Жоқ. Жаңа ғана ағайындас көкеңіз қайтыс болған естідік. Қайғыңызға ортақпын. Жүрегім орнына түсті. Ондай көкем барын білмеппін. Ал қызметім не болды? Не дейсіз? Бастықтың көмекшісі. Осы қызметті 10 жыл күттім емес пе? Төбемізден жай түскендей болды, түсінем. Жақыныңыздан айырылу. Жоқ, не дегеніңіз? Қызметім өсе ме жоқ па, соны білгім келеді. Жоқ, ол орынға Баннерманды алдым. Баннерманды ма? Ол миы жоқ ақымақ қой. Ақымақ деген жай сөз. Баннерман сияқтыларды қызметке алудың да керек жоқ. Қайтеміз енді, ол директорымыздың жиені емес пе? Сонда біреудің туысы болған үшін жауапты қызметке біліксіз маманды аласыз ба? Бұл Англия. Отбасылық дәстүр қанымызда бар. Сізді жоғарылатқым келмейді дейсіз бе? Онда бетімді қайтармаңыз. Жалпы қазір жұмысты ойлайтын жағдайда емессіз. Демалыс алып, жеке шаруаларыңызды реттеп алыңыз. Құрысын қайдағы шаруалар? Кешіріңіз, оның керек жоқ. Кешіріңіз. Әлгі қызметке орналасқым келеді. Оған еңбегім сіңді. Мені жоғарылатыңыз. Ешкімге айтпаймын, өтінем. Қызметімді жоғарылатыңызшы. Өтінем сізден. Өкінішті ақ. Өкінішті, мырза. Ештеңе етпес. Бәрі алда. Сәлем, қымбатты досым. Даридай. Баннерман, О, құттықтаймын. онсыз да өз орным ғой. Несі бар екен? Басқа түссе көнерсің дегендей. Я, ау. Мен де түс көзелес кеңсеме кіріп, ұйықтап алайын. Қане бері кел. Саған бар өмірімді арнадым ғой. Бар өмірімді еңбегім зая кетті ме? Кешірші мені, кешірші. Иә, маған әлі алғыс айтатын боласың. Жақсылап демалыңыз, ермек тауып алыңыз, қала сыртына барып таза ауада жұмыс істеңіз. Осыны да сөз деп. Таныстар мұғалімдерім, жұмыс берушілерім мен ата-анам да осылай деген. Төс белгіңізді қалдырып кетерсіз, Томас. Жоқ сіз. Қош келдіңіздер. Біздің әжетханамыздан су іше аласыздар. Қала сыртына барып демалып келерсіз, миыңызды тынықтырып сергіп қаласыз дегендей. Жарайсың, Кәне, дәл дейді. Мынау керемет жиын. Кеш қызып жатыр, тамаша отырыс. Ауыз тиіңіздер. Біреуін ғана алайын. Жоқ, алдымен қол аяқ, сосын аяқ қол. Өз бетінше билеуді қатан үйренем. Өскен кезіңде Ойған қайда әлді? Ата-анамыздың суретін ілейікші. Қалай ілінгендір, Питер? Қалай болса да, тек біраз жоғарырақ іліңдер. Жоқ, олай емес, төменірек. Солға қарай, енді оңға. Тағы да, жоқ, сәл төменірек. Оңға жоғарырақ, солға төменірек. Оңға жоғарырақ. Төменірек. Жоғарырақ, аздап, солға қарай. Оңға, солға қарай, оңға, жоғарырақ. Оңға, тағы да солға. Тағы төменірек. Міне, керемет. Макгрегор қайтыс болды. Бұған бізбен бірге қуана алмайсыңдар. Бұл жерде енді ешкімге бермеймін. Томас Макгрегор, қол қойыңызды өтінем. О, Уиндермир, керемет жер. Шынымен бе? Ол жерде ешкімім жоқ. Сұранымсыз хат, мұраға қатысы болуы мүмкін. Расымен-ақ ағайындас туысы оған да үлес қалдырыпты. Я, Макгрегорлар бір-бірімен араласқан емес. Уиндермир, айдаладағы қыстақ қой. Қыстақ екен рас, бірақ жері қымбат тұрады. Өз дүкенімді ашуға жете ме? Жетпек түгілі артылады. Қымбат ойыншықтарды алуға ше. Жеткенде қандай? Қатты әйнектен жасалған сөрелер мен тауар қоятын жерге ше. Ол жағын шамалап айта алмаймын. Ертең білсем, келіп айтам. Уиндермир, барып келетін билет. Алыңыз.
Рахмет. Сәлеметсіз бе? Мына жерді таба аласыз ба? Макгрегордың үйі ме? Иә. Көшіп келдіңіз бе? Уақытша ғана. Жылжымайтын мүлікті бағалап, сатуға дайындау үшін келдім. Сонымен жеткізіп салайын бе өзі? Иә. Отырыңыз. Рахмет. Сізге ұнайтыны анық. Жолда сөйлемеңізді өтінем. Қараңдар, мен шалам. Қабырғам сынған сияқты. Бізде қанша қабырға бар? 13. Осынша көп пе? Өте жақсы. Жоқ, тоқта. Тоқта. Ұшып келем. Өз басым қыстақ дегенді ұнатпаймын. Иә, мырза, 1000 рет айттыңыз ғой. Ойымды жеткізгім келді. Жеткіздіңіз, тіпті хаттамаға тіркеп қойдым. Сұмдық-ай, мұнда адам жүр. Құтқарыңдар, көмектесіңдер. Қашыңдар, аңқұстар. Сақтаныңдар. Сол кезде мен соншама кім едім деп ойладым. Біз кімбіз? Иә, бізді бір-бірімізден бөле қарау мүмкін емес. Бірақ не байланыстырып тұр екен? Адамдар келді. Енді қайттық. Не? Жасырыныңдар тез. Үстіме ине қадалған жек көрем. Алмаған мамық жын ұнамайды. Сонша ауырсып жатқан несі? Жарықты сөндіріңдер. Қап. Томми. Бой тасала. Томми. Жоқ, көзіңді жұмғаныңмен әлгі адам жоғалып кетпейді. Ұқтың ба? Тезірек жасырын. Не? Жоқ, Томми. Жоқ, ол шырағдан екеніңе сенбейді. Үстел жапқышта емессің. Неменсе осындай. Айтпақшы, бұл не? Кеуек ағашпын. Не? Томми. Кетіңдер, қане біреуіңді қалмай кетіңдер. Жоғалыңдар шәрмен, сүйкімсіз немелер. Енді менің үйіме жоламаңдар. Енді менің үйімді аттап баспаңдар. Демек оның кілті бар. Тағы бір Макгрегор. Көліктің жарығы. Феликс, жыпылықта. Болсаңшы жыпылықта деймін. Жыпылықта. Жарық. Бол енді. Ой. Тағы да таң атты ма? Жоқ, мүмкін емес. Түнде көзімді жұмып, енді таң атпас деп ойлағам. Маған жан ашымай, қайтадан таң атыпты. Қоқ-қоқ! Бұл жайсыз түс емес. Бұл жайсыз түс емес. Қызық, бұл қандай әуен екен? Білмейм, бірақ бір жамандықты сездіретіндей. Иә. Сәлем үлпілдектер.
көршімен танысып жатырсыңдар ма? Көрейік. Әйтеуір әлгі шал сияқты жаман адам болмас. Келбетті, жап-жас жігіт сияқты. Бір қарағанда. Тәп-тәуір. Бірақ айғайда. Мұнысы нес? Енді дұрыс. Жарайды, бәрі жақсы болады. Жаңа көршіміз бар. Адамдар әртүрлі, ішінде жақсы да бар. Осы жердің керемет екенін, бізге ненің ортақ екенін түсіндірейін. Жоқ, кейінірек ойланармын. Қап. Қорқат дейсің бе? Тағы бір қақпа бар. Тағы біреуі. Ана жерде де. Немесе ана жерде. Бұл қуысты мен де білмеппін. Қақпаларын тағы бекітіп жатыр ма? Демек жердің заңды иесі сендер емессіңдер. Жап шаузыңды. Әлде өзім жауап берейін бе? Бірақ керемет кеш болды. Көптен бері қарным тоймай жүрген, енді арықтауым керек болды. Осыдан кейін. Жоқ, мынадан кейін. Сәлем. Кешіріңіз, шошытып жібердім бе? Мен көршіңіз Беатриспін. О, қайырлы күн, мен Томаспын. Шамамен ана жақта тұрам. Лондонда. Ана жақта? Иә, осында уақытша ғана болам. Үйді сатуға дайындаймын. Сол ақшаға Хэротс маңынан ойыншық дүкенін ашам. Сөйтіп табысқа жетуге тырысам. Мә, саған әдегенен бар сырыңыз айттыңыз ау. Кешіріңіз. Мінездің ашық болғаны да жақсы. Олар не айтып жатыр? Танаш ауыздарына қарап түсінем. Жаңа жерге үйрен салмағаннан ғой. Жоқ, бұл жерге тез үйренесіз. Өз басым бұл жерде өлеңдерден жиренесіз деген ойдамын. Түсінбедім? Не? Мен үшін әлемде бұдан әдемі жер жоқ. Я, дәл қазір тіптен сәні кіре түсті. Қойыңызшы, о не дегеніңіз? Қарапайым болғанымен өте әдемі, әрі сенімді. Қақпаны айтасыз ба? Әрине. Мен өзімді айтты екен деп қалдым ғой. Дұрыс түсінбедіңіз, жоқ. Кешірім өтінемін. Сіз айтпадым, әңгімесі жайлы емес, рас. Оны несіне түсіндіріп жатсыз? Жарайды, маған ренжімеңіз. Түк емес. Сіз сұлусыз ғой, оның үстіне қақпа емессіз. Ауыздарына қарап түсіне алмайым. Есесіне Беатристі білем, көршіге қақпаны тезірек ашып бізді баққа кіргізуін бұйырып жатыр. Сонымен қош келдіңіз. Тек өтінем, алдыңғы көршіміз сияқты сүйкімсіз адам болмасаңыз екен. Ол менің көкем. Ол сүйкімсіз адам еді, бірақ ол... Кешіріңіз, естілмейді? Шынымды айтайын, сүйкімсіз адам болатын. Ренжімеңіз. Ештеңе етпейді. Онымен араласқан емеспін. Сіз одан гөрі ақылдысыз. Солай ма? Бірақ бір сұрағым бар. Қақпаны мықтап бекітіп алыпсыз. Келімсектерден қорғанып жатыр ма едіңіз? Жоқ, бақшама үйір боп алған тіршілік иелерінен. Жануар болған соң жүре береді. Табиғат олардың өз үйі. Қайта біз олардың қонағымыз. Қақпаны ашып оларды бақшаға кіргіздей салу қиын ба? Өтінем, қақпаны ашып оларды бақшаға кіргізші. Я, әрине, ашам ханым, сізге шынды айтайын, олар сондай сүйкімді. Әсіресе күкірті кигені менің сүйіктім ғой. Ал мынау сізге сыйлығым. Тоқта, сыйлық сұнғаны қай сасқаны? О, күтпеген едім. Құстарды көру үшін. Керемет. О, қанаты бар құсты көріп тұрмын. Солай емегенде көршім. Бұл құстардың басты ерекшелігі. Алғашқы жаңалығыңыз міндетті түрде жазып қойыңыз. Жазып қояйын ба? Я? Сонда ұшып жүрген нәрсенің бәрін тірке деймісіз? Я, жарайды. Жарайды. Танысқаныма қуаныштымын, Томас. Я, мен де. Қақпаны жаппай қоясыз ба? Жануарлар емін-еркін кіріп шықса дегенім ғой. Еркіңіз білсін. Қараңдар, қақпа ашылды, кеттік. Алақай! Бұл жерге төзуге болатын сияқты. Жоқ. Мені олай тоқтата алмайды. Сені мен бірге барам. Жоқ, оны ойыңа да алма. Әкемізге не болған, ұмыттың ба? Бізге баруға болмайды да сан бола ма? Маңдайыма жазған сол, бұл сенің емес, менің тағдырым. Жүр, Бенджамин. Неге оны ғана шақырасың? Я, неге тек мені шақырасың? Бұл енді сенің маңдайыңа жазылғаны. Маған ілесе жүру, кез келген былыққа тап болудан қорықпау. Оның дұрыс емес, сенің құйыршығың емеспін. Бенджамин! Бара жатырмын. Қалай жалғыз жіберем? Тағы арандап жүреді ғой. Аман есен қайт екен. Уайымдама, бәрі жақсы болады, болмай бара жатса үлкендерің мен боламын. Питер, өтінем тезірек қайтшы. Сонда да. Тоқта, әрең жүгіріп келем. Салаттың тұздығын бөлек жеппедің?
Иә, бірақ салатқа қосқаннан гөр өзін іше салған оңай ғой, иә. Жиіркенішті. Кеттік. Енді көзім жетті. Бақшаға кірудің еш қиындығы жоқ. Сазайларыңды берем. Қаш! Ұсқынсыз немелер. Сәлем. Мынау шалдан да тез жүгіреді екен. Мәссаған, бір пәле болған сияқты. Не болып жатыр? Қайдасыңдар? Бақшаға түспеу керек еді. Ерліксіз даңққа бөленбейсің. Сен неге ештеңеден қорықпайсың? Жалғыз өлуден қорқам. Сол үшін сені ертіп алдым. Бізде Лондонда кеміргіштерге былай істейді. Оларды ұстаймыз да, тап сол жерде көзін құртамыз. Бенджамин. Кеттік. Маған түк көрінбей. Даусым естілген жаққа жүгір. Естіп те тұрғам жоқ қой. Жүрегіңмен сез. Е, Ана жаққа, ана жаққа. Ана жаққа. Бен, өлген кейіп танып. Міне, Макгрегордың басын қатырып, оны мазақ қылғандардың көретін күні осы. Естеріңде қалсын, сендер де осыны көресіңдер. Мен неге қояндармен сөйлесіп тұрмын? Өйткені есімнен адастым. Олар жауап беретіндей сөйлеп тұрғаным қалай? Жүгіріңдер, тезірек! Секіреміз! Бұлай болсын, Флопси. Қапты алып, терезеден кірде бұзақының басына кигіз. Құп болады. Мопси, қапты алып, терезеден кірде тентектің басына кигіз. Құп болады. Ой, Үлпілдек, қапты алды. Оны алдандыра тұр. түсінікті.
Тыныш, тыныш. Ей, жоқ! Тірісің бе, томпақ? Жолың болды, Мерт бола жаздадым ғой. Жалғыз мен болсам бір сәрі қыздарды ойладың ба? Бұл өрескел қателік, Питер. Олай болмай. Иә, білем. Кешірші. Аман қалғаның жақсы болды. Айтпақшы, күртең әдемі болса да, менікіне жетпейді. Менікі әкеміздің көзіндей. Сенің күртең қоп-қоңыр, қоңыр қоянның қоңыр киінуі. Қоңыр күрте, қоңыр тері. Бұл майға май қосып жегенмен тең. Иә, сөзінің заңы бар. Сынымен де бір түрлі екен. Ашығын айтсам, киімсіз жүргендей көрінесің. Бір қарағанда түйме сияқты, ал дұрыстап қарасақ кіндігің. Ой! Бастысы тірісің, күртең де бар. Ал анау болса, ілмеген, азып тозған біреу. Ал достым, бізді үйге жеткізіп салыңыз. Таяп қалдық. Жолдан адасып кеткен сияқты. Қанша дегенмен, бұл жердік емес қой. Жанармайды да жағамыз. Жалпы өзі табиғатты ойламайтын сияқты, я? Ей, тыңда, жердің иесі біз емес. Бұл сөзді кофенің ыдысынан оққам. Басқа жаққа соққың келсе, осында бұрыл. Бұрыл санау. Ей, бұрыл санау деймін. Қызық бізді қайда бара жатыр. Менің ойымша, қалаға. Мінеки, Лондонға келдік. Мәссаған Биг Бен. Өзі үлкен екен. Осы сәттің қызығын көріп қал, Флопси. Мені сендей кезімде ешкім қалаға келмеген. Не засымыда бәлендей айырмашылық жоқ сияқты ғой. Уақыттың зымырауын-ай. Мәссаған! Мынау әйгілі Хайротс қой. Өте тамаша. Қандай көмек керек? Үлкен кеміргіштерден құтылғым келеді. Қояндар ғой шамасы. Оны қайдан білесіз? Жаңа келген Макгрегор емес пе, Беатристің көршісі. Оны қайдан білесіз? Өзі айтты. Рас па? Сонда не айтты? Тезірек үйіңізді сатып, содан кейін Хайротс маңынан ойыншық дүкенін сатып алғыңыз келетін, және осыны табыс көзіне балайтын көрінесіз. Дәлме-дәл айтқандарыңыз сонша ыңғайсыздана бастадым. Кімдер екен бұлар, а? Алжапқыш киіп тұр. Соған қарап, нақты түсіндім. Олар кірбілер. Оған қояндарды улайтыныңызды айтпаңыз, ол қояндарды қатты жақсы көреді. Ауыздарына қарап түсінуге тырыс, Мопси. Сәл ақылдырақ болсам, ол қояндарды адамға айналдырғысы келеді дер едім. Адамнан көрмеген жылуын солардан іздейді. Бірақ ол ақылды емес. Сондықтан онысын оғаш мінез деп білем. Сондықтан ол қызды ер жігіт деп жүремін. Не істеуге болады? Қақпанға тоқ жүргізуге болады. Оның қажеті болмас. Бар болғаны, Флопси. Не? Тағы солар. Біліп едім, жасырынып қалды. Сендерді көрдің ғой. Шығыңдар. Кімге айтып тұрман? Оларды жарып жібергім келеді. Түсіндім, жүріңіз. Ештеңе болған жоқ, әлі 7 қабырғам бар. Жоқ, бір жағымызда 13-тен. Не? Сондықтан барлығы 26. Жоқ, енді 19. Сонымен түймені басасыз. Иә. Дәл мына жерге ауадан белгі беріледі. Құрылғының өзіне сөйтіп, жанында тұрған нәрсенің бәрі жарылады. Қарапайым заттардың қалай жұмыс істейтінін түсіндірмей ақ қойыңыз. Ілгіш. Иә, ондай болып тұрады. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Жолыңыз болсын. Ал қаптан жүгіріп келе жатқандай қимылдай берсек, сол да жетіп қалар, иә? Иә, ойымыз іске аспады. Көзіңе қарап жүргіз, ақылсыз неме. Қайтесің, қымбаттым, қыстақтан келген ақмақ қой. Мисыз. Қыстақтан келген ақымақ? Қайдағы қыстақ тағы да? Мен де Лондоннамын. Қалама барып дүкенімді. Томас. Беатрис. Сәлем. Сәлем. Қалыңыз қалай? Жақсы, өзіңіз мұнда неғып жүрсіз? Әншейін осы жерден бір нәрсе сатып алдым. Иә? Шаруашылыққа керек зат. Түсінікті. Не? Беатрис қайдан шыға келді? Сұмдығай белесі бет тұрлап жатыр. Бәрі ойдағдай, еш алаң болмаңыз. Мәссаған өзінде әкетіп барады. Жоқ, өз еркімен отырыпты, ол аз дегендей күлімдейді. Қане соңынан кеттік. Секіріңдер.
Иә, екез оқылағына тетіпті. Бұрын ондай зоғады. Жүзі бал-бұл жайнап отыр. Қыз оған ұнайтын сияқты. О, Бұларың не? Ұнаған нес? Бар болғаны сыпайылық танытты. Я, қыздың өзі де күлімдеп отыр ғой. Тек сәл басқаша. Kids don't stand a chance. сосын ішесіз бе? Бас тартпас едім. О, мынау салған суреттеріңіз бе? Қайтесіз, аяқталмаған жұмыстарым еді. Жоқ, олар өте әдемі. Рахмет. Неткен керемет тау көрінісі. Бұл қалпақ киген әжей. Иә, міне мынау қалпаға. Жоқ, бұл көзі. Ренжімеңіз, маған қара бүлдірген жақпаушы еді. Тамағым жыбырлап шыдатпай кетеді. Қара бүлдірген жақпай ма? Мүмкін емес. Сондайда бола ма? Заман не болып барады? Қазір екінің біріне әр нәрсе жақпайтын болып кеткен. Ей, қыздың басын қатыра берме. Бұл шынымен де ауру түрі емес пе? Иә, әрине, ондай сырқаты барларға жаным ашиды. Мені тас жүрек екен деп қалмаңдар, бірақ мынаның ауратына сенбеймін. О, мынау не? Ештең емес, қолым боса салатын суреттер ғой. Ермегім деуге болады. Әдемі екен. Көзге мақтадыңыз-ау. Егер маған ұнап тұрса, суреттеріңіз шынымен керемет. Мына қаскөй жануардың суретінің өзі әдемі шығыпты. Керемет. Қаскөй? Кім қаскөй? Бұл деген не деген сөз? Бізді зиянкес деп жатыр. Зиянкес? Кім зиянкес екен? Тоқта, бұл не деген сөз? Тышқан, егеу құйрық сияқты нәрселер. А? Олар сүйкімсіз бе? Әзіліңіз болар солай ма? Иә, Аха, әзілім. Әзілдескенді ұнатам. Тілім өткір. қояндар жалпы керемет жануарлар. Олар аңғал, мейірімді, адал. Тіл қатысуды да жақсы көреді. Өздерінің кешірім сұрағаны қызық. Олар кешірім сұрайтын бе? Иә, бір-біріне маңдайларын былай жабыстырып алады. Жоқ, мұнысы несі? Одан неге кешірім сұрап жатыр? Одан кешірім сұрап жатқаны қалай? Иә, сонша уақыт жалынып тұрғанына қарағанда расымен-ақ кінәлі болып қалған-ау. Бұл тек бастамасы болатын. Бірақ бәрін түсініп, жағдайға бой ұсынуға Питер мен бауырлары дайын емес еді. Бәрібір. Білем ғой. Оларды әлі жақсы көріп кетесіз. Бірақ махаббаттың бәрін өзгертетін тылсым күші бар. Ол әртүрлі адамдарды табыстыра береді. Мысалы, әбәдемі қыз бен қайдағы бір Марк Грегорды. Тоқтаңыз. Жоқ, абайлаңыз. Атанам қайтыс болған соң, мені балалар үйіне жіберді. Басыңызға ауыр сынақ түсіпті. Бұған қалай төздіңіз? Бұл мені өзгертіп жіберді. Тағы да. Әркім төзе бермейді. Содан аздап қаталдау болып кеттім. Иә, онсаздай қоян қырылғанда армандайды. Мұндай сөз бар ма? Жоқ. Әркімнің өз ерекшелігі бар ғой. Тағы да Мысалы өзіңізге келсек. біреуге жалпақтап өтірік күлетіндерді ұнатпаймын. Мәселен, өзім. Суретші болсам да салған суреттерім жансыз, сөлсіз. Біздің суреттерімізді салады емес пе? Бізде жан жоқ пе еді? Ай, міне жанымыз бар. Жұмысыңызды қатты сағынасыз ба? Бәріне оқыппен қарайсыз, содан білінеді. Бәрін қадағалап жүргіңіз келеді екен. Адамдарға көмектессем деймін. Ата-аналар сүйікті баласына сыйлық алу үшін дүкенге келеді. Іздеп жүрген заттарын сұрап келушілерге жағдай жасаймын. Қалап тұрған нәрселерін тауып беруге тырысам. Мәселе сонда, Беатрис. Я, әсіресе не қалайтындарын өздері де білмей тұрғанда. Осыны ұнатам. Және сөредегі заттар мұқият реттеліп тұрса деймін. Иә, бәлду. Алақай, Мен жеңдім. Тоқтаңыз, бұл сөздің мағынасы қандай? Бәлду дегеніміз бос сөз. Иә, ойдан шығарылған сөзді дәл осылай сипаттауға болады.
Макгрегор мырза, сіздіңше менің айтып отырғаным бос сөз бе? Қап, бері келіңіз, қане, жауыннан өзім қорғайын. Келіңіз. Жүріңдер. Жүріңдер. Аяқ астынан жауды ғой, ә? Үсті басым малмандай су болды. Тезірек. Бұлар несі? Жаптым, Отырыңыз. біз де жауынның астында қалдық. Малмандай су болусыз, шашыңызды құрғатып берейін. Рахмет. Дәл осылай отыра беререм. Сәлем, достым. Кездеспегелі көп болды. Үлпілдек, Томас атты жаңа досыммен танысып қой. Ұстай тұрғыңыз келмей ме? Ұстаймын әрине. О, керемет. Екеуі тіл табысып үлгерді. Өте қуаныштымын. Сіздің суретіңізді салайшы. Менен бақытты жан болмас еді. Енді менің еркімдесің, ұсқынсыз бәлекет. Томас, көзіңіздің түсі жасыл ма әлде көкшіл ме? Аздап қара реңкі бар көкшіл түс. Өзім де солай ойлағам. Жаншып тастайын. Жаншимын. Томас! Өйткені бұл француздардан басты ерекшелігіміз. Иә, күңгірт түсте керек. Анығын сіз білерсіз. Алақай! 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 Қап! Алақай! Қап! Алақай! Қап! Жоқ, қателестің. Бұл сәнді қалпақ киген әжей және... Осындай керемет сәтте бөлмеге неге кірмеді екен? Жекеме тигенді қашан қоясың сен? Тапқан сияқтымын. Керемет түс. Суретім. Суретім бүлінді. Өкінішті ақ, бірақ жабай аң деген сол ғой. Олардың бәрі... Жаман қоянсың. Иә, Жаман қоянсың. әрине, Жаман қоянсың. әрине Кел жаман. қане. Шық дейм. Шық. Сізге жаным ашып тұр. Ол құтырған қоян шығар, ауру шығар, я. Шайқассақ, шайқасайық. Болғалай, тағы да таң атты осылай боларын білгенде балапан шығармас едік. Ал енді олардың жұмыртқадан шығуын күтіп, шыққан соң бәріне әке болуыма тура келеді. Құрыған жерім осы. Құрыдым. Мінекей, Питер ашық ұрысқа дайын әскерін ертіп келе жатыр. Аяқтарыңды сорға басып келе жатқандарың не түсінбеймін сендер. Ұрыс тәсілі ғой, тосыннан тап беру. They don't need their name known forever. They just wanna be really young Mr. McGregor. They're feeling the pressure, tired of running around feeling frightened. Despite the fact that B somehow thinks that she likes him, but they know the code. It's not about the salary, it's all about the celery and maybe some radishes, maybe some cabbages. Gotta let the animals know. That means when they get ready, gotta go, go, go. Уайымдай берме, Флопси, тереңірек тыныстап ал да көзде. Кімнің сазайын бергің келеді, соны ойлап тұр, жарай ма? О, ойладым.
Ой, кесіріңіздер. Болды, енді еркелете бермеші. Cousins and you and your cousins. It's a line that's always running. In my cousins and you and your cousins. I can feel it coming. Шайқасақ. Түрін көргендеріңде ғой. Бұлай болды. Ес шығып кетті. Бәрі керемет болады деп ойлағам. Жоспар жүзеге асты. Я, бауырлар, арбаны қалай кіргіздіңдер? Соны түсінбедім. Түсіндікті. Ұйымшылдық деген осы екен. Оған бар болғаны бір-ақ соққы бердік. Шабуылға көшеміз, қане кеттік. Біз ұйымшыл болғанымыз осыдан көрінді. Кеттік пе? Ол оңай емес. Макгрегор қақпаға тоқ жүргізді. Жер жаңғақ майын заққаны несі? Дәмін көрсе. Соны түсінбейсіңдер ме? Ол біз үшін құрған тұзағы. Тиіп кетсек не болады екен? Оны қазір көреміз. Бармаңыз, инелі ханым, тоқтаңыз. Жоқ, тоқтаңыз. Мен осынша жасқа келдім. Өлерде өмірдің қызығын көріп қалайын да. Жоқ, тоқтаңыз дейін. Ар қараңдар. Достар, маған бір... Баңдар. Оның кей сөздері ендігі мәнін жоғалтқан сияқты. Мысалы мына сөзі. Опа дала жақса да, доңыздың аты доңыз. Жоқ, бұл жақпамай, шедемі сезілетіндей жақпамай. Жақпамай деймін. Жарай, түсіндік. Сонымен бірге әкеміз, қу түлкінің қулығын өзіне қарсы қолдану керек. Жетер енді, инелі ханым, баста ұрттыңыз. О, қос қанатты, ұшатын құс. Охо, міне өздері де келді. Ал енді соқ. Тоқ, соқ. Тоқ, соқ. Қане, соқ. 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 Мені мазақтап тұр ма? Мәссаған, тағы бір Макгрегордың түбіне жеттік. Екіншісінің көзін құрттың, Питер. Тексеріп көрейін, тірі шығар. Жоқ, сеспей қатыпты. Жақсы, тәжірибем көрсеткенде көп ұзамай оны әкетуге мұздатқышы бар, көлік келеді.
кешір. Ой, жарылған зат. Тез жасырыныңдар. Жолында емес мына жаққа. Мына түймені басам, сосын құрылғыға белгі беріледі де, бәрі гүрс етіп жарылады. Қош болыңдар. Қош болыңдар, сабалақтар. Осы жердесіңдер ме? Ей, қояндар. Қояндар. Томас, Тыңдап тұрмын. түннің бір уағында бақта неғып жүрсіз? Мен гүл теруге шықтым. Мынау сізге. Анау түріліп кетіпті. Маңдайында жұлдыз жарқырап тұр. Осылай болады деп ойламаппын. Баққа жай шықтыңыз ба? Баққа ма? Иә, ағаштардың арасына. Білесіз бе, бақта жұмыс көп. Мысалы, Шамыңыз енді көзі қарықтырып барады. мен не, жарық деймісіз? Иә. Түсіндім. Ойыңызды жинақтауға кедергі жасап тұр ма? Иә, мына жер. Сәл түсірейін бе? Жоқ, одан да көтеріңіз. Сонымен, достар, шешуші шайқасқа кірісеміз. Бұл қатерге басты көй емес пе? Не? Әрине басқа не де болсын. Әлде бұл жерде менің жеке мақсатым бар ма еді? Сеніңше менің оған деген қандай да бір ғашықтық сезімі бар ма? Ата-анамыздан айырылып қалғандықтан, енді одан да айырылудан қорқып жүрмін бе? Жоқ, мен тек бақыт ойлаймын. Досыма не көрінді? Ол бұдан жуанырақ еді. Жуанырақ. Мен оны анамыздай көрем. Міне, енді түсінікті болды. Сенің ойлайтының бақ қана. Иә, дәл солай. Досыма бірдеңе көрінді. Үлпілде көмектесші. Иә, Рахмет жалғастырамыз. Әрқашан жаныңызда болам. Білесің бе, Питер, мен бұдан жалықтым. Не айтып тұрсың? Сөзімді тыңдасаң, бәрі ойдағыдай болады. Бұған көзің жете ме? Талай арандап едік, сол үшін сұрап тұрмын. Өзіме сен. Ойымыз іске асады. Әке, 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 әке. Үлпілдек, алға! Иә? Дайындал, көзде. Әлі ертерек. Күтеміз. Томас, Беатрис, бірге түстенуге қалай қарайсыз? қуана. Солай ма? Салат әзірлегелі жатырмын. Қандай сосын керек? Менің сорпа ішкім келеді. Газды ма, газсыз ба? Менің сорпа ішкім келеді. Сорпа ішесіз бе? Қандай? Өзіңіз таңдай аласыз ба? Саған йога қимылын үйреніп алсыз. Қолыңызды көтеріңіз. Солай ма? Не дейсіз? Керіліп созылу керек. Өйтпесе болмай ма? Қолыңызды көтеріңіз. Дәл сол жерді көзде. Жарайды. Мамыра жай күйде тұрсыз ғой. Не? Жарайды, барып сурет салайын. Иә, қара бүлдірген оқтаңдар. Оған жақпайды ғой. Көздеңдер. Әуенді қосып қойын, сізге бөгет жасамайтын шығар. Тезірек барып сурет салыңызшы. Жарылғыштар. Флопси, бетіме мұқият қарап ал, сосын оның орнына менің түрімді елестет. Оның орнында мен тұр деп ойла. Ат! Алақай! Қара бүлдірген. Құрыдың зиянкес. Не? Достар, бұл сиқырдан басқа түк емес. Жетер енді.
шашып кеткеніміз дұрыс шығар. Жоқ, бәрі дұрыс. Орындарыңа барыңдар. Тоқта, бұған дайындалып едік. Дұрыс болған осы ма? Беатрис неге естімей жатыр? Қаштым, жараландым. Жоқ! Флопси, саған шынымды айтайын, сенен үлкен емеспін. Не? Сен сонда сүйкімдісің және өте мейірімдісің. Ал үлпілдек болса... Өзіңді түсіндің. Тыңда, сендерге бас көз болуым үшін ата-анамыз үлкені сен бол деген. Бірақ негізі сен үлкенсің, ал менің қолдан түк келмейді. Жоқ, өтінем, өлмесім, мовшигім. Мынау қызанақ екен, тірімін. Балалар, тірімін, қызанақ екен. Ал сен әлгі сөзімді ұмыт, жарай ма? Түтін. Ұсталдың ба? Тыңдап ал. Мен ешқандай да зұлым емеспін. Мен ондайға жеткізген сенсің. Мен өте жақсы адаммын. Осында келіп, жүрегім жібіген еді. Өзгергенем, түсінесің бе, кеудеме жан біткен. Ал сен сабалақ білекет, бақшаға түсетін ұрысың. Олай болса жақсылап тұрып сазайыңды беруім керек. Өйткені сен сыртымнан күліп жүрдің. Мені мазақ қылдың. Ал енді басқа амалым жоқ. Мұнда не болып жатыр? Дұрыстап шайна балақай деп жатырмын. Оны құтқардым. Шын ба? Оған не болды? Негізі өз көзімен көрген жоқпын, бірақ бұл байғыз шалғамға шашалып қалды. Қорқпаңыз, тамыр соғысын тексердім. Қорқпаңыз, көретін күні бар. Әлі ұзақ өмір сүреді. Болды, үйіңе бар. Бар енді, байғыз-ай, аман қалды. Аман қалды, иә? Иә, бірақ қатты дыбыстар тіпті гүрсіл естілгендей болды. Әуенді бар даусымен қойып сурет салып жатқандықтан... Ештеңе естілген жоқ, мен шөп отадым. Түсінікті. Сондай кезде қатты айғайлайтыным бар. Бұрын қояндарды жарылғыш заттармен қорытқаны бар еді. Жарылғыш затпен бе? Сіз сондай адам емессіз. Оя, ондайым жоқ, сеніңіз. Әрине. Қандай сүйкімді? Иә, Біз олардың қонағымыз. дәл солай. Сізден үйрендім. Түсінікті, онда еш нәрсе болмаған екен. Анау қос қанатты ұшатын құс емес пе? Жазып қою керек. Қане ол? Әне, Сөзіне сеніп қалды. Енді одан құтыла алмаймыз. Көрмей тұрған сияқтымын. жоқ, қарап көріңіз, ағаштың ар жағында. Ағаштың ар жағында. Жарылғыш зат туралы өтірік айтыпсыз. Өтірік айттыңыз. Иә, өтірік айтқаным рас, мен еш... Үйім. Суреттерім. Қоянның іні. Қазір бір нәрсені түсіндірем. Мұны сол істеді. Ағашты сол жарды. Ол жай ғана қоян ғой. Түсінем. Бірақ қалайша жарылғыш затты тауып түймесін қалай басты? Сіз екеуміздің арамызға түскісі келді. Ол жай ғана қоян. Жарайды, солай келсем, бірақ олар бақтан көкөніс тасиды ғой. Маған қақпан құрды. Төсегіме. Оянған кезде саусағымды қысып алдым. Сосын маған тоғыр қызды. Адам ашқан керемет жаңалықты арам ойлар үшін пайдаланды. Саябақта жүргенімізде олар бізді аңдыды. Селге шыққан кезімізде велосипед тепкен кезде. Сосын олар күртені қайдан алды? Ойлаңызшы, басқа тұратын сұрақ қой, иә? Есіңізден адасыпсыз. Ал мен сізді ұнаттым деп жүрсем? Ұнатқаныңыз рас. Мен де
Сізді ұнаттым. Мен де. Қалдерің қалай, көжектерім? Жандарым ау. Жүріңдер. Мына зұлымнан аулағырақ кетейік. Мен өкініп тұрмын. Иә, мен де. Мен де. Айттым емес пе, бұл сұмдық қой. Дегенмен бір түрлі күн сияқты, мұндай таңның атпағаны жақсы еді. We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. Ондай ойың болған жоқ, солай ма? As long as you are with me, there's no place I'd rather. Сәлем, күнім. Келе ғой. Жып-жылы іннен айырылдыңдар. Сол Томасқа жоламауым керек еді. Тып-тыныш жүрген сендерге өзінен өзі тап берген несі? Сендер оған тиіскен жоқсыңдар. Періштелерім. Ең өкініштісі, маған шынымен ұнап қалған еді. Тәпті сүйіп қала жаздадым. Бұл жерден көшіп кеткенім жөн. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. Мен бәрін бүлдірдім. Сорақы істерге бардым. Егер фильміміз басқа кітап бойынша түсірілгенде, Питердің ата-анасы былай дер еді. Сен негізі Беатристі қорғаған жоқсың, балам. Оны өзгеге қимадың. Сүйгеніңмен бөлісу, оны жоғалту деген сөз емес. Махаббат шексіз ғой. Қыздар туылған кезде саған деген мейірімі сарқылып қалған жоқ. Адал жүріп тұр, жүрегіңе құлақ ас. Жүрегіңде мейірім бар. Бірақ бұл мүлде басқа кітап, және бізде Питердің ата-анасы былай деді. We staked out on a mission to find our little peace, make it everlasting, so nothing is incomplete. Томас, көзіме елестеп кетті ме десем, сізге хабарласа алмадық қой. Я басқа жерде болдым. Уиндермерде байланыс нашар. Айдаладағы қыстақ бөзі? Жоқ олай емес, өзінше керемет жер екен. Менің жақсы жаңалығым бар, баннермен дегеннен құтылдық. Не болды, өліп қалды ма? Жоқ, екі құлағына да жұқпа түсіпті. Бір күндік қарбалас жұмыстың салдары деген көрінеді. Қызметтен кетті. Францияға кетті әрине. Өлмеген екен ғой. Жоқ. Құтылдық дегенге солай ойлап қалып ем. Армандаған қызметіңіз өзіңізге бұйырды. Тек алдымен жүйке дәрігеріне барыңыз. Бірақ бұрынғыдан тәуір сияқтысыз. Қалай қарайсыз? Кешіріңіз, мойын ұрауыштар қай жерде? Бірінші қабатта жедел сатымен төмен түсіп, оңға сосын солға жүресіз. Сізге жасыл түсті, төрт көздісі жараса. Осында жұмыс істейсіз бе? Жұмыс істейсіз бе? Айтсаңызшы. Ойланып тұрмын. Сонымен бәрін қалпына келтіргім келеді. Қираған үй, екеуінің сезімі, талқандағыш қоянға айналыппын. Басқаша дегенім жарамас. Бәріне мен кінәлімін. Сендерге қауіп төндірдім. Кешіріңдерші, айтар сөзімді жазып алғам. Бәріне мен кінәлімін, сендерге қауіп төндірдім, кешіріңдер. Бар айтарым да осы, сендерге ұнап қалған сияқты. Сені тыңдауым керек еді, Бенджамин. Сөзіңе бір ретте құлақ аспадым. Сен менен гөрі ақылдысың, мәселе бақта емес. Сен болмасаң, ендігі не болар ем? Қуырдақ болар едің. Мүмкін.
сендерге жанашыр бауыр болуым керек. Тек ата-анамыздан айырылғалы мазам кетті. Оларды қатты сағындым. Біз де сағындық, Питер. Қатты сағындық. Сонымен кешірдің бе? Бұл жолы шектен шығып кеттің. Питер, қорқып тұрғаным. Қорықпа, бәрін қалпына келтірем. Қалай сонда? Мен келгенше Беатристі жібермеуге тырысыңдар. Бір тізесін сындырайын ба, екеуін бе? Кешіріңіздер, дұрыс болмады. Екеуін де. Жоқ, жолын бөгей тұрыңдар. Ал мен бәрін реттеймін, уәде берем. Біз де көмектесеміз. Айтпақшы, Макгрегордың түбіне жеткен мен емеспін. Жүрек сырқаты. Білеміз. Басынан ақ білгенбіз. Жақсы онда. Алған бетінен қайтпайтын қайсар, ойында мықтап түйген жоспары бар. Бұл нағыз қаһарманның бейнесі, немесе есінен адасқан біреудің. Қалай десек те бәрі бір сияқты. Сонымен тыңдаңдар, былай болсын. Тұра тұр, кімге бұйырып тұрсың? Мен үлкенімін ғой. Небәрі 16 секундқа. Ой, Мопси, аңғалда сүйкімді менің Мопсиім. Тоқтаңдар. Ең үлкендерің мен екенімді ұмыттыңдар ма? Сонда маған керегі кешіріңіздер, 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 кешіріңіздер. Кешірім өтінем, кешіктім. Ал мен ше! Бенджамин, маған ере шығып бедің? Маңдайыма жазылған сол болса қайтем. Қайда шықсаң да қорқыныш дегенді ұмытып, тұра жүгірем. Не болса да қорықпаймын! Келгенің жақсы болды. Өткен кеткенің бәрін кешірші. Айтпақшы, жазып алған сөзім бар. Ренжіткенім үшін кешір. Бенджамин, жоқ Бенджамин. Кешіре көш бауырым, секір, қолынан келеді, қане. Питер, кешірім сұрағаның осы ма? Көгершін. Кешіріңіз, Тышқан мырза. Кәрі қайда екенін білесіз бе? Әрине білем, өздерің қыстақтан келгенге ұқсайсыңдар. Қайдан білдіңіз? Қоңыр қоян, қоңыр күрте, майға май қосқандай. Жарайды, қаланы бірге аралайық. Рахмет. Бірақ асығыспыз. Бұған еш өкінбейсіңдер. Тауэр көпірі, Букингем сарайы, басына құндыз киген қарауылдар, Биг Бен. Мен ойлағаннан көрілгендеу екен. Қала алақандағыдай көрінеді. Иә, әсем көрінесіз. Бірақ Джонни, біздің асығыс шаруамыз бар. Ал сіз туған қалаңызды көрсетіп, бізді одан сайын кешіктірдіңіз. Лондон әлемнің ең керемет мәдени мұраларының бірі. Оның сұлулығын көрсетпесем, Лондон тұрғыны болам ба? Дұрыс айтасыз. Ақыр келген екенбіз, қаланы аралайық. Рахмет, Джонни, сізге қарыздармыз. Оқасы жоқ, кеміргіш туыстарыма қуана көмектесем. Не? Кеміргіш? Өкінішті ақ. Бірақ бекетке әпсетте жеткіземін. Тезірек. Кім бұлай істейді екен? Менің дұшпаным көп. Керемет, осы жерде болуға тиіс. Қайда? Мына ойыншық тірі қоян сияқты екен. Мен сөйлейтін қоянмын, маған сәбіз бере қой. Бип-буп, бип-буп, бип-бип, буп-бип-бип. Бұл қоян емес, көзме елестеген болар. Терең тыныста, Томас, тереңірек тыныста. Макгрегор мырза, мен есіңіздемін бе? Қыстақтанмын. Жоқ, неге өтесіз сөйлесейікші. Қазір көресің, сізбен сөйлесуге келгем. Қояндар сөйлемейді, ал сен неге сөйлейсің? Тоқта, сен естіп тұрмын бәлде маған солай көріне ме? Күзетті шақырыңдар, тағы да әдетіне басты. Өмірімді талқандадың, сүйкімсіз. Макгрегор! Тезірек қыстаққа қайтыңыз. Беатриспен сөйлесіңіз, ол кеткелі жатыр. Сурет салуда тастап үйіне кетеді.
Бірақ мені жек көріп кетті ғой. Өйткені бәріне сіздігін алайды. Бірақ бұған менің де қатысым бар ғой. Аздап қатысым бар. Аздап деймісің? Мүмкін олай емес шығар. Мен қатемді мойындауға дайынмын. Өйткені басқа малым жоқ. Макгрегор! Кешікпесек жарар еді. Оның көңілін қалдырдым. Бәрі құрыды. Олай емес. Я, сізден құтылғым келді. Тек өзімді ойладым. Сосын тоқ соқтырғаным үшін кешіріңіз. Қақпан үшінде кешірім сұраймын, және тарағыңызбен қасынғанымды да мойындаймын. Тоқта, не дедің? Ештеңе емес, ойланыңыз, Томас. Қыстаққа қайтайықшы. Оны да өзіңіз де ойлаңыз. Бұл тағы да тұзақ болса ше. Олай емес, маған сеніңізші. Маған десеңші. Сендер шынымен де сөйлейсіңдер ме? Жоқ, сіз бізді естисіз, өйткені өзгеріп, жүрегіңіз жібіді. Жүрегініңізді тыңдадыңыз, және бұл соның даусы. Макгрегор, есікті ашыңыз. Және ол тезірек солға бұрылып, терезеге қарай жүгіріп осы жерден қашып шығуыңызды өтінеді. Макгрегор, ашыңыз деймін, кімге айтып тұрмын? Макгрегор! Мінекей, бұрын қас жау болған екеуі мен біреуінің бауыры ортақ қарсыластары уақытпен жарысып, елдің келесі жағына сапарға шығады. Алдымызда осындай әңгімелерде соңы жақсылықпен тынатын шытырман оқиға бар. Жолды қалай жүріп өткендерін көрейік. Мықтап ұстаңдар, ұзын құлақтар. Қане! Көліктің жарығы. Жарыға қосылып тұрған жоқ қой. Қағылған қазыққа ұқсап тұрғаның не? Жолдан кет. Болды, бар енді, қане, бар. Тірімін қорпаңдар. Томас, мұны қалай түсінуге болады? Сіз, әркімнің өз үйі бар дегенсіз. Ал сіздің үйіңіз осында. Менің қателіктеріме бола. Бұл жерден кеткеніңіз дұрыс емес. Олар сізбен бірге жүр ме? Мені Лондоннан әкетті. Лондоннан әкетті? Иә, келуге көндірді. Сөзбен емес, жай өзіме естілген шығар. Дегенмен, жоқ, бұл маңызды емес. Сіз кетуге тиіс емессіз. Кешіріңізші, бар қатем үшін. Өйткені, сізді жақсы көрем ғой. Бірақ олардың көзін құртқыңыз келді. Індерін жардыңыз. Менің үйімді де құрттыңыз. Досыммен шайқасам деп қызбалыққа салыныппын. Шайқас дейсіз бе? Олармен күрескіңіз келді ме? Бұл күлгілі, болды, бәйте оталдыр. Мен кінәлімін. Бәрін өз мойныма алам. О, менің қаһарманым, ағашты жарғаныңызды мойындадыңыз-ау. Ал оған дейін жарылғыш затты қоян кіп-кішкентай аяғымен іске қосты деген едіңіз. Дұрыс па? Сәлем, Үлпілдек. Қалың қалай? Сонда бұл рас екен ғой? Айттым емес пе? Қысқа салдаған жоқпын. Бұған сен алар емеспін. Тіпті мен де сенбей тұрмын. Әрине. Бізді кешіріңізші. Мұнаның бәрін алып тастаңдар, бұл енді біздің үйіміз. Қыстақтың ең керемет жері әпкемнің іші күйетін болды.
Кешірім өтінемін, бұл үй сатылымнан алынып тасталды. Иә, өйткені біз оны сатып алдық, бірақ сіз кімсіз? Үйді сатқан менмін, және біле білсеңіз, дәл қазір келісімнің күшін жоямын. Жоқ, олай болмайды. Үйді саттыңыз ба? Иә, соған ойыншық Күйеуіңіз екеуіңіз үйді босатып. Жоқ, оның күйеуі емеспін. Иә, Біз тек әзірге олаймыз. Қойшы енді. кеттік. Бірақ амалымыз бар. Бұған кім қосылады? Мен де қосылам. Біргеміз, бауырым. Рахмет. Сондай тамаша үй. Ертегілер кітабының сыртындағы сурет сияқты. Кір қымбаттым. Рахмет. Анау немене? Сүйкімсіз құбжық қой қымбаттым. Кет қане, кет. Иә, қосуға дайындалыңдар. Қымбаттым. Қымбаттым. I don't care, it can rain all at once on my parade. Because when life gives me lemons, I make lemon. Жоқ, мынандай үйге тұрмаймыз. Мынау не қорама өзі? Кепілақ сөзімізге қалады. Кездескенше, қызық адамдар. Астан кестеңіз шығарыпсыңдар. Жарайсыңдар. Оған көзіңді қыстың ба? Мұндайды алғаш көруім. Олардың көптеген қылықтарынан бейхабарсың. Білмейтінің көп. Сене білші күшіңе, әлсізбін деп күрсінбе. Болмаса да еш әлім. Бойыңда біл күш барын. Сене біл әрқашан, күшіңе әу бастан. Батылданып алға секір, сен достым. Астарың дәмді болсын, өлпілдіктер. Қысылмаңдар. Жігер барда бойында, жеңістеп тұрсын ойында. Әндет. Топ болып жартпайсыңдар. Оның атынан кешірім сұраймын. Мен де әндеріңе қосылайынша. Бола ма? Жануарда кез келген. Мінез барын білем мен. Ең мықтысы кім десең? Досы көттер күшті екен. Сырт кейпіне қарама. Бізден дара бола ма? Қосыл сен де қатарға. Жауында да қарда да біз жүреміз тек алда. Бірлік деген қамал ғой. Көз алартқан жан бар ма? Жолай алмас біз барда. Досы көпті жау алмас. Жауында да қарда да біз жүреміз тек алда. Бірлік деген қамал ғой. Көз алартқан жан бар ма? Жолай алмас біз барда. Досы көпті жау алмас. Өмір деген орман, ғажайыптан жаралған. Солардың бірі осы үй, досыңнан көрген құрметсің. Кел төрлетші сен дағы, құрғалмашы қызықтан. This old house is never locked. Even Tinky Winkles need to knock. I promise you. No gate, no wall could ever split us up. Our love's forever. No hate, no fear could ever keep us down. We'll stick together. Сонда бәрі бақытты ғұмыр кешті ме деп сұрайтын шығарсыздар. Енді дәл солай әрине, ертегі болған соң осы. Қазір түсіндірем. Аласында басасың, қолынан келеді, өзің көр. Не боп жатыр? Бәрі керемет. Мұны қайдан білесің дейсіз бе? Басынан өткен. Өйткені өстім, өз-өзіме келдім. Тұтығып сөйлемейтін болдым. Қораз бәрі тыңдап тұр. Сен ғана тыңдамайсың ба? Кешір, таң атқалы бері балапандарды жалғыз өзім бағып жүрмін. Менің қаптаған кіп кішкентай балапандарым, күндерім ау. Неткен керемет оқиға, Флопси. Оны қалай атайсың? Жай сөзбен айта береміз. Ұзын құлақ.
Питер атты қоянның бастан кешкені. Керемет, бірақ Питер, Флопси, Мопси, Үлпілдек және Бенджаминнің бастан кешкені десекші, олардың тату тәтті отбасы туралы. О! Немесе қысқаша үй қояны Питер.